Сәлем балақай. Бүгін біздер әліпби сабағынан 49 сабақ Б әрпімен танысатын боламыз. Алдымен оқулығымызға назар аударайық. Сурет берілген. Суретке қарайық. Суретте не бар? Кімдер бар? Суретте атасы, үй жануарлары және немерелерін көруге болады. Бұл балалар қайда келді? Атасына келді. Атасына көмектесуге келді. Енді бұл жерде ермек бұзауға су берді. Ержан ботаға жем берді. Ал Бақыт лаққа сүт берді. Атасы немерелеріне риза болды. Кәне, осындай біздер сұрақ қою арқылы мәтін құрастырдық. Бұл мәтін неше сөйлемнен тұрады, анықтап көрейік. Балалар атасына көмекке келді. Бір сөйлем. Ермек бұзауға су берді. Екінші сөйлем. Ержан ботаға жем берді. Үшінші сөйлем. Бақыт лаққа сүт берді. Төртінші сөйлем. Атасы немерелеріне риза болды. Бесінші сөйлем. Сонда бұл мәтін 5 сөйлемнен құралады. Енді осының ішіндегі Ержан ботаға жем берді деген сөйлемді алайық. Кәне, бұның ішінде неше сөз бар? Ержан ботаға жем берді. 4 сөзден тұрады. Осының ішіндегі бота деген сөзге дыбыстық талдау жасап көрейікші. Кәне, бота неше буыннан тұрды? 2 буыннан тұрды. Сонда сөздің ішінде 2 дауысты дыбыс бар деген сөз. 2 дауыссыз дыбыс бар. Кәне, Б. Бұл дауыссыз екен. Б дыбысы дауыссыз дыбыс. Енді балақай, бұл жердегі Б әрпін үйден ермексіздан жасап көрсең болады. Енді оқулығымызда оқуға тапсырма берген. Кәне, бірге оқып шығайық. Бал, бала, баба, бата, бота, болат, арба, дорба. Өзің байқағандай бізде 1 буыннан, 2 буыннан тұратын сөздерді оқып шықтық. Енді қарайтын болсақ, Б әрпі сөздің басында да кездеседі, және сөздің ортасында кездеседі. Және Б әрпі сөздің соңында да кездеседі. Мысалға, араб деген сияқты сөздерде кездеседі. Келесі астында бізге жаттауға тапсырма берген. Бата берер атам бар. Нар болатын ботам бар. Берілген өлең жолдарын жаттап алу қажет. Енді астында тапсырма берілген. Кәне, бұл суретте берілген заттың атауы арқылы біз екінші бір заттың атауын шығаруымыз қажет. Кәне, көрейік. Бұл ненің суреті? Тастың суреті. Бұл ненің суреті? Бақаның суреті. Кәне, екеуін бірге қосайықшы. Қандай сөз шығады? Тасбақа. Тасбақа. Сонда бұл тасбақа деген сөз тас және бақа деген 2 сөздің бірігуі арқылы жасалынған екен. Тасбақа. Енді 3 буыннан тұрды. 3 дауысты дыбыс бар және 4 дауыссыз дыбыс бар екен. Балақай, бүгінгі Б дыбысы мен әрпіне берілген оқулықтағы тапсырмады бірге орындадық. Түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше